саламатсыздар ма? Бүгін бізде күшті результат. Күшті жаңалығым болып тұр. Сәрсенгүл анамызда. Мен өткенде көніге көзіме жаңағы шайдан бетіме де жағам, көзіме де тамызып жүргем ғой. Әйтеуір несі болмас деп, зияны болмайды ғой бұл. Іштегі жараны емдегенде мен көзім емдемей ма деп. Телевизорды ашкемен көрем ғой, 1,5 көретінім. Телевизор ашы көремейтін. Сөйтіп кейін құлағыма да тамызып жүргем. Енді кеше ашке алайын деп барсам, сол жерде тексерді көзімді. Тексерді да, ана жаңағы ұзаққа көретінді жаңағы плюс 1,5 кеткен ғой. Соны кетіп қарап, ой, сізде катаракта жоқ қой дейді да. Деп қуанып кеттім ғой. Көзіңізде катарактыңыз, просто шайды ішіп отыр, катарактыңыз кетті. Шайды жаңағыдай тамызып отырдым. Содан катарактым кетіп қапты. Сөйтіп қуанышым қойныма сыймай айтайын деп келдім. Құйған кезде бұлшықтан дедіңіз ба, не дедіңіз? Сосын кейін айтпақшы не болды ғой? Ірің шықты, көзімнен көп ірің шықты. Сол құйып жүргеннен кейін 1-4 күннен кейін көп ірің шықты да. Сөйтіп оны мен ойлаған жоқпын катаракта кетті екен деп. Жудым да, сөйтіп қайтадан тамыз жүре бердім. Сөйтіп одан кейін содан кейін мен неге бардым ғой, 1 аптадан кейін. Күнде свежий тамыздыңыз ба? Иә, күніге свежий тамызам. Бетіме де жағам. Құлағыма да тамыздым, зияны жоқ қой деп. Сөйтіп мен құлағымда ешқандай белгі көрмедім, мен көзімде осындай катарактыңыз жоқ деп сөйтіп айтты маған. Доктор, Мен енді телевизорда вообще көре беремін. Сосын автобустан кетіп жатқан кезде цифрлар тұрады. Оқисың ғой жазуларды. Соны оқимын. Қазір беймін оқып кетіп. Бәрін оқып. Зрениеңіз жақсарып. Зрением жақсарған. Рахмет сізге, молодец, Алла шипасын берсін.